Бүгін талқылаймызда айтылатын тақырып Конституцияның жаңа жобасының халыққа маңыздылығы және оны өзгертудің қажеттілігі неде? Студиямызда Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің тарихшысы, PhD доктор Нұртас Смағұл мырза. Қош келдіңіз. Нұртас мырза, тақырыпты талдамас бұрын, талқыламас бұрын, жалпы Конституция дегеніміз не? Өзіңіздің түсінігіңіз бойынша, менің түсінігім бойынша ол өмірім, менің өмірім, мен өзім, халық, мен ол халық. Мен солай түсінемін, сіз қалай түсінесіз? Жалпы ол Конституция мемлекеттің ең жоғарғы заңдық құжаты. Яғни біздің барлығымыз Конституция бойынша құқығымыз қорғалады. Біздің ар намысымыз, біздің өміріміз қорғалады. Сондықтан Конституция бұл мемлекеттің басты заңы. Басты енді бұл енді бізге латын тілінен келген, Европадан келген, бірақ бұл біздің күнделікті өмірімізге әбден орнығып сіңіп кеткен. Сондықтан ол Конституция дегеніміз ол басты заң, демек біз Конституциямызбен өмір сүреміз. Сонда Конституция біздің өміріміздің бір бөлшегі. Яғни біз өмір сүрген кезде, мемлекетте өмір сүргенде, осы барлығымыз Конституциямен қорғалып қана қоймаймыз, ол заң бізді қорғайды, және ол біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Мұны осы жерде талқылайтын дүние бүгін күнде белсенділер болсын, басқа да қоғамдағы белді азаматтар болсын, конституциялық оның жаңа осы жобасын жақсы жоба, тамаша, керемет жоба дейді. Бірақ оның қай жері жақсы, қай жері тамаша екенін көп адамдар айта бермейді. Осы тұрғысынан тоқталып кетсек, мына Конституцияның жаңа жобаның қандай ерекшеліктері бар? Қазіргі ескі деп те айтсақ болады енді. Осы Конституциямен салыстырмалы тұрған, жаңа жобамен салыстырмалы тұрған қандай плюстары бар деген, оның халыққа қандай пайдасы бар деген, осы тұрғыда әңгімелессек. Жақсы. Бұл Конституция бізге таңсық емес. Біздің бұрын кеңес үкіметінің құрамында болғанда да біздің Конституциямыз болған, шектеулі түрде болса да, мүмкін оның кейбір баптарын біз өмір бойы пайдаланбаған шығармыз, бірақ болған. Кейін тәуелсіздік жылдары 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қабылданды. Бірақ бұл Конституцияның өмірі ұзақ болмады. Себебі ол кезде атқарушы билік президент болып қалды да, жоғарғы кеңес халық өкілдігі болды да, екеуінің арасында дау-дамай басталып кетті кейбір мәселелер. Енді кейбір азаматтар айтып жүр, ол сол Конституция дұрыс еді, бірақ олардың құқығы. Өйткені Конституция қоғам өміріне қарай бейімделу керек, халықтың талабына жауап беру керек. Егер ол Конституциямен талас-тартыс болып жатса, біз қалай Қазақстанда әділетті қоғам құрамыз, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман қыламыз. Кейін 1995 жылы сол кезде бүкіл халықтық референдумда біз 30 жыл бойы қолданған Қазақстан Республикасының Конституциясы жарияланды. Яғни 30 тамыз. Бірақ сол Конституциямен, сол Конституция, яғни ескі Конституция дейміз ғой, сол әзірге қолданыстағы Конституциямен қазіргі жаңа Конституцияның мәтіндерін салыстыра оқысаңыз, екеуінің арасында айырмашылықтарды бірден көзге байқаймыз. Жаңа Конституция бірінші халыққа түсінікті болып, сауатты түрде жатық тілмен жазылған. Яғни сөздер күрделенбейді, тым алысқа сілтеп, күрделендіріліп, оны тым ғылымиландырылмайды, барынша түсінікті, барынша ұғыңқы, барлық Қазақстан азаматтарына түсінікті қылып, жатық тілмен өте сауатты түрде жазылған. Осыны мен оқу барысында бірден байқадым. Өзім Конституцияны оқып шықтым, жаңа Конституцияны. Әлі де оқып жатырмын. Бұл жаңа Конституция 11 бөлімнен, яғни алдымен преамбуласы бар. Одан кейін 11 бөлім, 95 баптан тұрады. Сонда әр баптың арасында бір тарихи сабақтастық байланыс бар екенін бірден көз көрініп тұрады. Одан кейін бұл Конституцияның 77 бабы бойынша өзгерістері болған, барлығы Конституция 84%-ға жаңартылған. Сондықтан бұл Конституцияны жаңа Конституция деп айтуға толық құқымыз бар. Енді
бұл менің пікірім. Енді менің пікіріммен адамдар келісе ме, келіспей ме, әркімнің құқығы бар, бірақ сол бұның сондықтан мен жаңа конституция деп атауыма болады. Осы жерде келсесіз бе, конституцияны жаңа оқып отырсақ, жаңа жобада, енді былай жай сөзбен айтқан кезде шынымен де қазақиланған. Ішінде кәдімгі тырнақшадағы қазақи терминдер, яғни әділетті Қазақстан, алғаш рет жазылып жатыр. Құрылтай, заң мен тәртіп. Қазақ жерінде жаңа мемлекет құрып, оның ата заңын бекітудегі барлық қағидаттар жаңашыл түрде заман талабына сай, ең бастысы қоғамның сұранысына негізделіп жазылған. Сіз білесіз, осы ескі конституциялардың преамбуласында біз ұлы даладағы 1000 жылдық мемлекеттік дәстүрді сақтай отырып деген сөздер жазылмаған. Өйткені сонда бұл аса зор терең байыптылықпен конституцияның құрамында жұмыс істеген азаматтар бар ғой. Ғалымдар, қоғам қайраткерлері, мемлекеттің саяси тұлғалары, жалпы халықпен, осы 20 миллионнан астам Қазақстан халқымен санаса отырып, солардың пікірлерін есепке ала отырып жазып шыққан. Өйткені, яғни 1000 жылдық мемлекеттік дәстүрді сақтай отырып деген, ол өте мемлекеттілік қасиеттің шыңы деуге болады. Өзіңіз білесіз, көрші Қытай әрқашанда 5000 жылдық, 10 000 жылдық Қытай тарихы деп бастайды. Қай мемлекет болсын, түбін тереңнен бастайды. Ал біз Қазақстан жерінде біздің де 3000 жылдық мемлекеттік дәстүріміз сақталған. Ол үздіксіз тарихи сабақтастық болған. Анау сақтардан бері ғұндар болсын, ұлы түрік қағанаты болсын, Қыпшақ қимақ кезеңі болсын, Оғыз Қыпшақ дәуірі болсын, Алтын Орда болсын, Жошшылық болсын, кеше Қазақ хандығы, 20 ғасырдың басындағы Алашорда мемлекеті, одан кейін кеңес үкіметінің құрамындағы Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы, Қазақ кеңестік республикасы, 91 жылы жарияланған тәуелсіз Қазақстан арасында тығыз байланыс бар. Бұлар бірін-бірі үздіксіз дамып келе жатқан мемлекет дәстүр. Сондықтан біз бір аяқтап тастайын. 91 жылғы 16 желтоқсанда жарияланған Қазақстан Республикасы, тәуелсіз Қазақстан Республикасы. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекеттілігі. Біз мемлекеттік дәстүрді қайта жаңғыртып отырмыз. Тарихи фактілер бойынша айырылып болдық. Енді сіздің бағытыңыз бойынша айтып кетейік. Тарихи мұраны сақтап қалу туралы тармақ қосылды. Міне, осы тұрғыда бір сұрақ. Бұған дейін, қазірде сонда тарихи мұра бізде сақтап қалу қаншалықты сонда қорғансыз ба деген сұрақ келеді да? Дұрыс айтасыз. Қорғансыз болды деп айтуға болады. Өйткені ұланғайыр қазақ жеріндегі мемлекеттік ескерткіштердің қорғаусыз қалғандырыз. Яғни оған әр мемлекеттік маңызды ескерткіштердің қасына барсаңыз, міндетті түрде бұл объект, бұл ескерткіш мемлекеттік қорғаумен қорғалады деп жазылып тұрады. Бірақ ол қаншалықты қорғалады? Қаншалықты? Сондықтан міне осы конституцияда айтып өтейін. Енді бір мәселе преамбулада тұңғыш рет білім, ғылым мәселесі, енді білім, ғылым құндылығы бұл конституцияға енгізілді. Енді біздің ғылым мен біліміміз конституциямен қорғалады. Бұл өте, яғни біз интеллектуалды ұлт құруға қадам бастық деген сөз. Мысалы үшін сіздің сұрағыңыз бойынша 40-шы бап. Яғни бұл 40-шы бап негізгі құқықтар мен бостандықтар мен міндеттер деп аталатын екінші бөлімге кіреді. Соның 40-шы бабында Қазақстан Республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұраның сақталуына қамқор болуға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін ұқыпты қарауға міндетті деп жазылған. Яғни, әр азамат міндетті. Бұрын біз былай деп ойлайтынбыз. Осы мәдени мұра ескерткіштері тек қана мәдени мұраны қорғайтын инспекцияның немесе мәдениет министрлігінің ғана міндеті. Сол мекеменің ғана адамдары қорғайды деген ұғым басым болу мүмкін. Өйткені бәрі біз өзімізді тәрбиелеп отыруымыз керек. Яғни біздің бойымыздағы мемлекетшілдік қасиет, патриотизм дейміз, ұлтжандылық дейміз, отансүйгіштік қасиет дейміз. Ол өзі отан отбасынан басталады дейді. Отбасынан бастап, мынау ескерткіштерді қадірлеуге, бұл киелі, қасиетті екендігімізді, яғни бұл ескерткіштер біздің түп тарихымыз екендігін
ата-аналар балаларын айтып отыру керек. Міне отбасындағы дүниеге осы жерде тоқталып кетейік. Конституцияда жалпы ер адам мен әйел адамның теңдігі туралы жазылған. Иә, бүгін міне Фейсбукта қарап отырсам, Фейсбук жазып қойған. Әйел адам, жалпы бізде қазақы отбасымызда әйел адам ер адамнан бір саты төмен тұру керек деген сана бар ғой, бір ой, тәрбие бар, иә. Енді мына Конституцияда әйел адам мен ер адамның тең құқықты екенін. Мен осы жерде сұрақ, жалпы біздегі дәстүр дейміз ба, енді оны тәрбие дейміз ба, жаңағы әйел адам ер адамнан бір саты төмен қарама қайшы келіп тұрған жоқ? Жалпы қазақта отбасы мәселесіне, неке мәселесіне бізде сонау ерте заманнан бастап өте берік қараған бізде. Бізде өзі отбасын сақтау, отбасы құру деген өз мемлекеттік институттар жұмыс істеп жасап тұрған. Ол қазақ қоғам болсын, түркі дәуірі болсын, ал жазылған. Яғни өзі алып анадан туады деген сөздің өзі жаңағы анаға деген құрмет, әйелге деген құрмет, қыз балаға деген құрмет болған. Жаңа қыз баланы қарапайым, мысалы үшін 18-ші ғасыр, мәселен 18-ші ғасырда өмір сүріп жатырық дейді, 17-ші ғасырда қыз баланы төрге шығарған. Мысалы үшін мен тарихшы ретінде мен ортағасырлық деректерді оқимын, аударма түрінде. Сол кезде басқа елдер, араб жиһангерлері болсын, европалықтар болсын, түрік халықтары, қазақтар қыз балаға ерекше құрметпен қарайтындығын жазып қалдырған. Таңданыспен жазған. Жаңағы тіпті қыз балалармен соғыс уақытында ер азаматтармен бір майданда тұрып, жан себіл майданға түсетіндігін жазып кеткен. Садақты жақсартатындығын жазған. Сондықтан теңдік болғанын қолдайсыз? Иә, қолдаймын. Сондықтан осы тағы да Конституцияға жүгінейік. Міне, осы 30-шы бапта былай деп жазылған. Неке және отбасы, ана мен әке, бала, мемлекет қорғауында болады. Неке еркек пен әйелдің мемлекет заңға сәйкес тіркелген ерікті және тең құқықты одағы. Балаға қамқорлық жасау және тәрбие беру ата-ананың етене құқығы әрі міндеті. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті дейді. Міне, біздің мына өзі жаңа айтамыз ғой, біз отан отбасынан басталады, тәрбие тал бесіктен деп айтамыз. Міне, осындай отбасы құндылығының осы Конституцияға енгізілуі біздің қамқорлық жасауы біздің шын мәнінде озық мемлекет құрып отырғанымыздың дәлелі. Өйткені бізге осындай қиын геосаяси жағдайда біз озық мемлекет құрмауға біздің қақымыз жоқ. Бір қоғамда бір келеңсіз жағдайлар бар, мысалы үшін. Мешітке барып некесін қиғызып, қыз бала ер азаматтан мақыр сұрайды дейді, мақыр. Енді иә, қазір бір трендке айналып кетті. Енді дұрыс қой, қыз бала сыйлық сұрауға енді ол ана болып өзінің тағдырын ер азаматқа тапсырып жатыр. Ер азаматты болашақ жағын өзінің қамқорлығына алып жатыр. Былай қараған дұрыс сияқты. Бірақ заңдылық тұрғыдан ол қалай? Махаббат бар, тең дүние бар ғой енді барлығы. Екіншіден, семьяны сақтау, отанды сақтау, ол мемлекеттілік сақтау. Осыны ескере отырып, жаңағы біздің конституциялық реформада жұмыс жасаған азаматтар, қоғам қайраткерлері осы еркек пен әйелдің тең құқықты одағы деп бекітті. Енді бұл семьяға баса назар аударатындығын. Өйткені семья жақсы болып, семьяда тәрбиеленсе, ертең сол бала ертең мемлекеттің тірегі болады. Өйткені қазақта сөз бар. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда сонда іледі дейді. Маған жаныма жаққан бір тармақтың бірі Қазақстан халқының, жалпы біздің цифрлық, яғни сандық тұрғыда құқығымыздың қорғалуы. Шынымен де қазір бізде бұл өзекті мәселе. Алаяқтар көбейіп кетті. Алаяқтар біздің кәдімгідей барлық біз туралы ақпаратты жаңағы енді ғаламторда болғасын, оларға қол жетімді болып кетті да, кәдімгі өзіміздің ЖСН нөмірімізге дейін, тіпті мекен жайымызға шейін кәдімгідей
Мен сол алаяқтардың бір құрбаны болған адам шыны керек. Өзіме жақын, осы жаныма ұнағаны осы тармақ болатын. Осы тұрғысынан. Бұл өте өзекті мәселе. Өйткені осы кейінгі 5-6 жыл болды, Қазақстанда мыңдаған азаматтар алаяқтардың құрбаны болып, банктердің алдында қарыз болып, кредиттеліп отыр. Мен қатты ойланам. Мысалы үшін мен банкке барып 5 миллион теңге сұрайшы, маған бермейді оны. Мен оны жақсы білем. Анауың бар, мынауың бар, ипотекаң бар деп. Ал телефонмен, алаяқтық жолмен бір адамдарға 10 миллион, 50 миллионды ойланбай бере салады. Бұл жерде үлкен бір гәп бар. Яғни демек біз демек біздің анау ішкі құпия құжаттарымыз, адамның жеке басында құжаттардың барлығы шетелдіктердің қолына өтіп кеткен ба деп мен болжам жасаймын. Әлде бізден біреулер біздің бүкіл сатып жерген ба деп мен күдіктенемін. Әйтпесе ондай мәселелер болмас еді ғой. Мен сондықтан осы Конституцияда сол мәселеге қатты тоқталған. Жаңа тағы да сізге оқып берейін. 21-ші бапта ол былай деп жазылған. Жеке өмірге қол сұқпау құқығына, жеке және отбасы құпиясының болу құқығына, цифрлық технологияларды қолдануды қоса алғанда дербес деректерді заңсыз жинаудың, өңдеудің, сақтаудың және пайдаланудың қорғау құқығына заңмен кепілдік беріледі дейді. Осы 21-ші баптың 2-ші тармағы банк операцияларының жеке салымдар мен жинақтардың, жазысқан хаттардың, телефон арқылы сөйлескен сөздердің, почта хабарламаларының және байланыс құралдарының, оның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы берілетін өзге де хабарламалардың құпиясы заңмен қорғалады. Бұл құқықты шектеуге заңда белгіленген жағдайда және көзделген тәртіппен ғана жол беріледі дейді. Енді біз осы бұл Конституция арқылы кибер қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударады. Енді біздің құжаттарымыз заңмен қорғалады. Өйткені бұдан кейін осы Конституцияның негізінде заңдар жазыла бастайды. Өзі Қазақстан заңдары жазылуының басты мәселе Конституцияға сүйенеді. Конституция шықты деп біз алақадаймыз ғой, мысалы үшін. Енді осы Конституцияға сүйеніп заңдар жазылған кезде барлық баптар, негізгі қағидаттар осы Қазақстан Республикасының Конституциясына бас назар қалады. Енді цифрлық құжаттар тексеру бойынша кибер қауіпсіздікке байланысты Қазақстан нормативтік құқықтық актілерге сүйеніп және халықаралық заңдардың қағидаттарына сүйеніп жаңа заңдар дүниеге келеді деп мен жоспарлаймын. Бұл дегеніміз жалпы заң неге қабылданады, қандай да бір талап неге күшейтіледі, оған себеп болатыны қандай да бір фактілердің көбеюінен пайда болған дүниелер ғой бұның барлығы. Иә, соны жаңа заман талабына сай деп айтып отқан себебіміз осы. Сондықтан мен газетті алып келген себебім енді бұл Конституция дегеніміз жоқ, дұрыс, Конституцияны бұл мазмұнда емес қой. Бұны әрбір бапқа жауапты. Бұл тасқа басылған да деген сөз бар. Мен өзім орта ғасырлық тарихпен айналысқан кезде күлтегін ескерткішін, тоны көк ескерткішін, білге қаған, күлушер ескерткішін студенттерге оқимын. Тыңдайды деймін. Бұның бір сөзін өзгертуге болмайды. Өйткені бұл тасқа басылған біздің мәңгілік манифест, мәңгілік құжаттарымыз деп айтып отырамын. Табиғатты қорғау тармағы қосылды, иә. Бұған дейін расы керек бізде, енді ол қазір келе жатыр ғой, Таза Қазақстан деген ұлттық акциясы, жақсы барлығы. Енді бұл Таза Қазақстанға дейін расы керек, оны мойындауымыз керек. Біз табиғатқа немқұрайлы қарайтынбыз, расы керек. Енді міне осы идеология ретінде басталды, енді заңдық тұрғысы ата заңда жазылып тұр. Бұл енді бұдан кейін біздің халық, біз 100% табиғатқа кәдімгідей қорғаумен, аялаумен қарайтын. Иә, мынау Таза Қазақстан деген идея деміз, қағида ұсынған кезде шын мәнінде қуандым мен. Өйткені мен тарихшы ретінде мен ұзақ андай экспедицияларға шығып тұрамын.
археологтармен бірге далаға шығам, далада көп жүрем жаз айларында. Сонда мен байқаймын, жаз далаға шықсам, қоқыстар шашылып жатады. Адамдарға да қараймын, көшеге кетіп, далада кетіп барады, қолындағы дүниесін лақтырып кетеді. Адамдар жиі саяхатқа шығады, от жағады, от жаққан жерінен бүкіл өзінің қоқыстарын бәрін далаға шашып кетеді. Мен соның барлығын көріп жүрген кезде ойлайтынмыз, жалпы бұл қалай? Өзі бала 11 жыл мектепте оқиды. Мектепте оған тәлім тәрбие береді. Одан кейін олардың барлығы арнаулы оқу бөлімінде жұмыс істейді, университетте оқиды. Сонда бұл адамның санасы неге осындай деп ойлайтынмын. Сөйтсем, бұның барлығы мынау өзі алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба соңғы жүреді дейді. Өзі жоғарыдан айтылу керек екен. Айтылу керек. Айтылу керек екен. Мойындау керек. Мойындау керек. Мен мектеп оқыған кезде, бәлкім, мұғалімдер айтқан шығар табиғатты аялайық деп, бірақ мынандай бір басымдылық, кәдімгідей бір тәрбие, именно эко тәрбие беру деген болмады. Қоршаған ортаға, экологиямызға байыппен, құрметпен, жанашырлықпен қарасақ, бұл Қазақстанның бұл жасылдануына айтады ғой ма? Соған да Қазақстанның шөлейтті аймақтар көбейіп барады ғой. Сонда тоқтатуға бізге заңдылық негізі болады. Өзі қазақтың тәрбиесінде бұлақ көрсең көзін аш дейді. Яғни бұлақ әртүрлі желдің, ауаның, судың жағдайына байланысты бұлақ көзі бітеліп қалады. Ал бұлақтың көзін ашсаңыз, сіз қаншалықты қасиетті табиғатқа қаншалықты пайда келесіз. Өзіне де пайдалық келесіз. Сонда флораға да, фаунаға да барлығына әсер етеді. Міне сондықтан осының конституцияға жазылуы біз Қазақстанның мынау жалғыз таза Қазақстан емес, бұның көгалдандыруға, шөлейтті аймақтың көбейіп бара жатқан тоқтатуға да біз соған заңдылық құжат әзірлейміз болашақта. Өйткені өзі жер мемлекеттің негізі дейді. Өзі жер бетінде өзі 6000-дай ұлт бар. 270-280-дей ғана мемлекеттік құрылым бар. Сол кезде бір ұлтарақтай жерге зар болып жүрген миллиондаған халықтар бар. Ал бізде жеріміз шөл болсын, шөлейт болсын, бізде кең байтақ Қазақстан бар. Ал біз болашақта сол, яғни қасиетті жерімізді көгалдандыруға, суландыруға, экологиясын, фаунасын, флорасын жақсартсақ, бұл келер ұрпақтың алдында біз өзіміздің парызымызды орындаймыз ғой. Жоқ, бұл экологиялық, кешіріңіз, жаңағы заңдық тұрғысынан жауапкершілік, бұл дамуға. Бұл даму. Сонда енді мына бір биліктегі құрылымның, жүйенің өзгеруі. Бұны айтуға болады. Себебі мынау бұрын енді сізге айтып өтейін. Бізде мынау 95 жылғы конституция бар ғой, енді біз оны оқып өттік қой, оқып өстік. Сабақ барысында қолдандық, мысалы үшін тарихшы болғанымен бәрібір кейбір мәселелерде бұл оны бетпе-бет келіп отырдық. Сонда әлі есімде мынау 2010 жылы тағы да конституцияға өзгерістер жасап, былай деп жазылған: Қазақстан Республикасының президенті 5 жылдан 2 мерзімге сайланады, бірақ бұл Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне қатысты емес деп жазып қойған. Енді былай қарасаңыз, енді олай болмау керек екенін бәріміз білеміз, бірақ сол саяси жүйе солай айтқызуға мәжбүрледі адамдар. Онда эгоизм болып тұрды. Мүмкін сол мемлекеттік дәстүрінде қалыптаспағандығын айтуға болады. Ал енді кейін оның барлық өзгерістерге ұшырады. 2022 жылы 5 маусымда референдум болды. Сонда конституцияға 56 бапқа өзгерістер енгізіліп, ол конституция онда жаңғырды, былай айтқан кезде. Өзгерістер, толықтырулар енгізілді. Тіпті сол кезде бір енді ақпарат құралдарына қарасам, бір мақтанышын айтып тұрған сияқты. Сол 2021 жылға дейін Қазақстан Республикасының конституциясына мыңнан астам өзгерістер енгізілді деген сөздер айтылды. Өзі алақандай конституция, 9 бөлім, 95 бап, бұның қай жерінде 1000 өзгеріс енгізіліп кетті деп біз оны қарап отыратынмын мен енді. Енді қазір бұл да тарихқа айналды ғой өзі. Енді жаңа конституция шыққан кезде мынау 3-ші бөлім президент деп аталды. 3-ші бөлім мұқият оқып шықтым. Сол кезде бұлай жазылды. Енді өте жақсы. Мынау 43-ші баптың
бірінші бабында былай деген, конституцияға сәйкес бір адам бір реттен артық Қазақстан Республикасының президенті болып сайлана алмайды. Міне. Яғни бір-ақ рет сайланады. Бұл конституцияға жазылып қойылған. Енді бізде осы біз алдымен Қызылордада өткен 5-ші құрылтайда естідік. Яғни осы 2026 жылы 20-ші қаңтарда Қызылорда қаласында 5-ші құрылтай өтті. Сол кезде мемлекет басшысы баяндама жасап, вице-президент лауазымының енгізілетінін айтты. Яғни бұл шын мәнінде бәріміз елең ете қалдық. Енді вице-президент бізге таңсық емес. Ол 93 пен 95-тің 96 аралығында болған. Яғни Қазақстанның бірінші соңғы вице-президенті Ерік Асанбаев деген өте сауатты, білгір мемлекетшіл тұлға болған. Өкінішке орай өмірден ерте өтіп кетті Ерік Асанбаев. Енді сол вице-президент лауазымы қайта енгізіліп жатыр. Конституцияға бекітілді. Шетелдік елшілермен келіседі, халықаралық шарттарға президенттің атынан қол қояды, мәдени, рухани іс-шараларды ұйымдастырып өткізуге жауапты болады. Былайша айтқанда, президентті әртүрлі іс-шаралардан қолын босатып, енді айтқан кезде президентке жақсы көмекші болады. Оны мойындауымыз керек. Әйтпесе барлық мәселелерге бір президенттің араласа беруі, ол кейде дұрыстап болмауы мүмкін. Енді ол мәселелерді вице-президент атқарады. Және президент бір денсаулығына байланысты, бір мәселелер байланысты қызметін, өкілеттілігін тоқтатқан кезде ол лауазымды вице-президент атқара береді. Және мемлекет басқару өнерінде бұл жетістік деп қабылдау болады. Енді бұл шетелдік мемлекеттің тәжірибесінде бар. Мысалы үшін ақш президенті тағайындалады, оны міндетті түрде вице-президенті болады. Және ол вице-президент мемлекет халықаралық қарым-қатынастарда президенттің өкілеттілігінің, президенттің рұқсаты бойынша дейміз, президенттің өкілеттілігін жүзеге асыра береді. Міне осы мәселелерге бізге келді. Бұл өте жақсы, сауатты ойластырылған құрылым деп мен өзім бағалаймын. Кеше ғана Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 15 наурыз осы конституциялық реформаға байланысты бүкіл халықтық референдум өтеді деді. Демек, осы конституцияның соңғы бөлімінде осындай да бап бар. Қазақстан Республикасының конституциясында жөнінде референдум болып, жаңа конституция жарияланған күн мемлекеттік мереке ретінде белгілі болады. Демек, бізде сіз бен біз жаңа конституциямыздың мемлекеттік мерекесін бірге атап өтетін боламыз жалпы халық ретінде. Әрине, өте жақсы ұсыныстар бар. Енді Қазақстан халық кеңесі деген ұсыныс енгізіліп жатыр. Ол жерде де қоғамның белсенді азаматтары сол халық кеңесінің құрамында болып, олар парламентке заң ұсыналады. Міне, сондықтан бұл конституцияның заман талабына сай жазылып, жаңағы біздің озық мемлекет құрудағы идеяларымыздың жүзеге асып жатқандығын көрсетеді. Заман талабына сай дегеніз, алдағы уақытта да заман талабына сай әлі де конституция өзгеру. Өйткені өмір мәңгілік. Қозғалыс өмір. Сондықтан да. Жақсы, рахмет сізге. Әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет сізге де. Аман болайық.